Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа баклажаннан өте керемет болатын салат дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпа. Бізге қажет болатын баклажан, тәтті бұрыш, қызанақ. Толық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен баклажанымызды осылай домалақша етіп турап алатын боламыз. Үстіне тұзымызды сеуіп, 1 сағатқа қойып қоямыз. Ол аралықта қызанағымызды жуып тазалап, ет тартқыш немесе осылай майдалағыштармен майдалап алатын боламыз. Осылай майда болу қажет. Тәтті бұрышымызды, сарымсағымызды және де бір қалампырымызды салып, бұларды да майдалап алатын боламыз. Осылай барлығын майдалап алған соң, бір ыдысымызға немесе қазанға, кастрюлемізға салып алып, үстіне қантымызды, тұзымызды және де майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырған заттарды газымызге қойып, қайнап шыққанын күтеміз. Баклажанымыз 1 сағат тұрды, міне астында суы шығып қалды, суынан алып қоятын боламыз. Менде қайнап шықты помидорымыз, енді үстіне баклажанымызды салатын боламыз. Қара бұрышымызды салып, осылай қасықпен басып шығатын боламыз. Мен 20 минуттай қайнаттым. Енді үстіне уксусымызды құямыз. Яблочный уксус, яғни 6% уксус құю қажет. Банкілерімізді жуып тазалап, осындай 90% уксуспен су қосып, шайып шығатын боламыз. Міне менде уже дайын болды. Осылай аккуратно құю керек, араластырмай, әйтпесе баклажандарымыз езіліп кетеді. Аузын банка жапқышпен жақсылап жауып, бір күнге жылы жерге орап қоятын боламыз. Міне бізде банкымыз дайын болды, өте керемет шығады. Егер де осы видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, төменге пікір қалдырыңыз. Сау болыңыздар!